Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін осындай керемет чебуреки дайындайтын боламыз. Бұл рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең алдымен менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға тұзымызды, сұйық майымызды құямыз. Ыстық қайнап тұрған суды құйып, вилканың көмегімен араластырамыз. Қамырымыз кішкене суығаннан кейін қолмен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Және де жаюға ыңғайлы болу үшін домалақтап аламыз. Мен 12 бөлікке бөлдім. Бөлінген бөліктерімізге ұнды сеуіп, жұқалау қылып жаямыз. Начинкасын кез келген салсаңыздар болады, ет немесе езілген картоп. Жұқа етіп начинкасын жағып, жақсылап бекітіп, вилканың көмегімен пісіп шығамыз. Астына описанияға толық рецепт қалдыратын боламын. Басқа да рецепттерді жоғалтып алмау үшін менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Дайын болған чебурекиімізді қызып тұрған майда 2 жағы қыздарғанша пісіріп аламыз. Чебуректеріміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.